Тұрар Рысқұлов ауданы Түрксіб станциясы желілік полиция қызметкерлері мен темір жол мекемелері бірігіп, жергілікті тұрғындар арасында профилактикалық түсіндірме жұмыстарын жүргізуде. Бұл шара заң және тәртіп қағидат аясында қыркүйек айынан 1 қарашаға дейін жалғаспақ. Темір жол қашаннан аса қауіпті аймақ болып саналған, себебі мыңдаған тонна жүк тиеп жеткізген пойыздың алдында болу ешкімге жақсылық әкелмесі анық. Сондықтан да үнемі желілік полиция қызметкерлері қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында алдын алу жұмыстарын жүргізіп тұрады. Жедел профилактика шаралар өту кезінде темір жолға жақын орналасқан елді мекендер және мектептерде түсіндірме профилактикалық жұмыстары өткізілуде. Іс-шара аясында Түрксіб станция желілік полиция бөлім қызметкерлерімен және темір жол мекемелерімен бірігіп, жергілікті тұрғындарға профилактикалық түсіндірме жұмыстары жүргізілуде. Расында сақтық шараларын сақтауды көбіміз дер кезінде құнттай бермейміз. Мұндай жауапсыздықтың соңы кейде орны толмас өкінішке әкеліп соғып жатады. Әсіресе соңғы кездері темір жол маңына барып селфи жасап суретке түсетіндер пайда болған. Сондықтан мектеп оқушыларымен түсіндіру жұмыстары да тұрақты жүргізіліп тұр. Балалардың өмір қауіпсіздігі басты назарда. Сондықтан аудандық полиция өкілдерімен және Түрксіб полиция мамандарымен бізде арнайы жұмыс жоспар құрылған. Сол жұмыс жоспар негізінде біз балаларды ағарту, түсіндіру жұмыстарын үнемі жүргізіп тұрамыз. Одан кейін мамандық таңдауда да ол кісілер бізге көмектесіп тұрады. Адам өмірінен қымбат еш нәрсе жоқ. Сондықтан әсіресе шойын жол маңынан өткелдерінен өтерде мұқият болуымыз керек. Қасымжан Байкүшіков, Еркін Жасыбай, Айқын Ақпарат, Тұрар Рысқұлов ауданы.